Баршаңызға сәлем достар, арнама қош келдіңіз. Есімім Аэлита. Бүгін балаларға жақсы көретін ерекше тағам жасаймын. Видеоны соңына дейін көріңіз. Арнамда балалар жақсы көретін басқа да тағамдар бар. Видео көрмес бұрын подписаться батырмасын басып, менің арнама тіркеліп алыңыздар. Ал енді бастаймыз. Құрамы қолжетімді, оңай әрі тез дайындалады. Ең бірінші бізге сгущенка сүті қажет болады. Бір ыдысқа құйып аламыз. Оған 2 ас қасық какао салып, жақсылап араластырамыз. Мен венчиктің көмегімен араластырдым. Ешбір түйіршік болмау керек. Барлығын жақсылап араластырып болған соң қойып қоямын. Сөйтіп 350 грамм печеньені үгітіп аламын. Немесе блендердің көмегімен үгітіп алсаңыз болады. Енді ерітілген 50 грамм сары майды ыдысымызға құямыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Массамыз біркелкі болу керек. Дайын болған массаға үгітілген печеньені шетінен сала отырып, қою болғанша араластырамыз. Достар, егер видео ұнаса, лайк қойып, комментарий жазып, немесе смайлик қойып кетсеңіздер қуанышты боламын. Және де арнамда сіздерге пайдалы видеолар болса, жақындарыңызбен бөлісе отырыңыздар. Қазақша арнаның дамуына үлесіңізді қосасыздар. Егер маған жақсы ұсыныстарыңыз болса, комментарийге жазыңыз, мен міндетті түрде оқып ескеретін боламын. Өздеріңіз көріп отырғандай, массамыз қоюланды. Енді венчикті тазалаймыз да, қолымыздың көмегімен қамыр илегендей біріктіреміз. Міне илеп болдық. Кішігірім қамырымызға ұқсады. Енді осыны 5-10 минутқа тындырып қоямын. Дайын болған массаны алып, енді осыны шетінен үзіп, қолымыздың көмегімен дөңгелек жасаймыз. Барлығын әдемі формада жасап қойдым. Енді үгітіп дайындап қойған грек жаңғағын бетіне сеуіп қоямын. Жасап көріңіздер, астарыңыз дәмді болсын. Видеоны соңына дейін көргеніңіз үшін алғысымды білдіремін. Арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Еліміз тыныш, жұртымыз аман болсын. Баршаңызға сәттілік. Келесі видеода кездескенше.